Осы енді МЧСтің бергені Аймағамбеттен сертификат алдым. Өзім мектебі Айтимов грант бөлді. Өзім де елдің ауылдасында жүрген баламын. Енді әке шешемнен емес, кемпір шалдың тәрбиесін көрген баламыз. Үйдің үлкені болғасын. Сөзге жақынбыз. Біздің әжелер де Қаратөбенің кісі, Қаратөбеден ескенді шыққан бәрі сөзге жақын кісілер ғой. Ешем жалпақталдық, күні жалпақталын кісілер енді мен айтарым, қазір енді осы Абзал ағамыз енді заңгер болса мына қазір не көп мектепте жас балдарға боулинг, балдарға қоқанлық көп. Сосын біздің қазір жастар көбісі еті тірі емес қой. Көбісі енді сылпиып, сөзге жоқ, енді атасын танымайды, Алланың сөзін, яссауин пәрвердигарын танымайтын балдар бар. Енді соның бәрін ертең осы жердегі халықтың сөзін ертең мына мінберлерге жеткізіп, соның бәрін жастардың мына өніп өсуін қарап, қазір енді өз ата тегін білетін балдар кем деген ғой. Осы сіздер енді мәңгілік емессіздер, біздер жастар қаламыз. Біз атысыға келгенде біздің балаларымыз атасын білмей отса, қазақтан не қалады? Сол енді қазақта өзінің ата бабасын, абайдың сөзін, яссауиді, шәкәрімді үйрететін енді бір кісі керек. Соны заңға бағындырып, қарап, жоғары жақтарға жеткізіп, осыны бәрін айтатын бір кісі керек. Енді сол Абзал аға сіз айтатын болар деп ойладым. Құдай қаласа, не істеп жатсаңыз. Ауызы қисық болса да байдың баласы сөйлесін дейді. Енді жас деп қарамаңыздар. Кемпір шалдың баласы болғасын сөзге жақынбыз. Өзімізде енді ата жереміз сөзін естіп, әке шешенің тәрбиесін емес, кемпір шалдың тәрбиесін көрген баласындай болады демекші. Енді біздің қазір жастар көбісін көріңіздер ол. Көбісі орыстанып кеткен, қазақтың тілін білетін, дінін білетін, абай танитын балдар кемде келмеді. Оны жасырып не керек ол? Көбінесе бұлай негізінде үлкен жақ, осы заңды да айту керек, бірақ мына жастардың да тәрбиесін кішкене қарау керек. Сол айтарым сол. Өзім жас болсам да айтқым келмейді. Енді осы жастар туралы тәрбиесі бар, ол құндылыққа негізделген. Мен аманат болсыншы, менен кейін депутат осы бала болсыншы. Рахмет.